техникамен жабдықталу 92%, бірақ соның 70%-дан астамы тозығы жеткен. Сондықтан осы жылға мемлекеттен 1,4 миллиард қаржы бөлінген. Оған 51 дана өрт сөндіру техникасы, 38 кіші өрт сөндіру, малый лесопожарный комплекс, 44 патрульді автокөлік алыну жоспарланды осы 23 жылы. Және де осы жылдың аяғына дейін сол жабдықтауды дұрысталады деп сенеміз. Сайтының рациялардың қашықтығы 17-20 километрден аспайды. Себебі бұл аналогты сигнал. Осыдан техникада орналасатын немеден айырмашылығы болады, өзінің антеннасы болады. Олардың ара қашықтығы 50-45 километрден аспайды. Қазіргі алып келген рациялардың бұрынғы рациялардың айырмашылығы, әрине олардың аккумуляторы сыйымдылығы, яғни олар көбірек, әрі ұзаққа шыдайды. Да, у нас проблематично. Одна вот оснащение техники очень слабое. Обновления нету. Не было давно. Сейчас вот как обещают, также зарплаты. Повысить зарплаты 100%. Ну, не знаю, будем ждать. Вот в ожидании все работники лесного хозяйства.